Үшінші сабақ. Өз ісіңізді бастаңыз. Төртінші тарау. 1974 жылы Макдоналдс компаниясының негізін қалаушы Рэй Крокты Остинде, Техас университетінің менеджерлер факультетінің бір топ студенттермен кездесіп сөз сөйлеуін сұрайды. Осы студенттердің арасында менің жақын досым Кит Каннингем де болған еді. Қызғылықты әрі тартымды әңгімеден кейін үзіліс жарияланып, Рейді студенттер сыра ішуге шақырады. Бұл ұсынысты Рей ілтипатпен қарсы алды. Сыра іше отырып, Рей, менің бизнесім не деп сұрақ қойды. Бәрі де күлді деп Кит есіне алды. Бәрі де оны қалжыңдап отыр деп ойлады. Ешкім жауап берген емес. Ешкім жауап бермеген соң, Рей сұрағын қайта қайталады. Сонымен сендердің түсініктерің бойынша менің бизнесім не? Студенттер қайта күлді. Дегенмен батылдау біреуі, Рей, сенің бизнесің гамбургерлер екенін кім білмейді деді. Рей мырс етті. Мен осындай жауапты күткенмін. Бір шама үнсіз отырды да, содан кейін, мырзалар мен қанымдар, менің бизнесіме гамбургерлер емес, менің бизнесім жылжымайтын мүлік. Рей ұзақ уақыт өзінің ой пікірін түсіндірумен болды дейді. Кит әңгімесін жалғастырып. Ол өз бизнес жоспарының негізгі мақсаты Макдоналдс жақсы білетін. Арнайы белгіленген ресторанның қызмет ету құқығы. Сонымен қатар, әр сауда нүктесінің нақтылы қай жерде орналасқанын жатқа білетін. Жылжымайтын мүлік және оның орналасу орны әрбір ресторанның табыс факторын, яғни себепші шартын айқындаушы күш екенін жақсы түсінетін. Қазіргі кезеңде Макдоналд компаниясы әлемде ең үлкен жылжымайтын мүлік иегері. Оған қарайтын жылжымайтын мүліктер саны католик шіркеулерінен де көп болатын. Соған қоса бұл компанияның қарауында Американың, сондай-ақ басқа елдердің ең жақсы және көлік легі көп өтетін жолдардың түйістері, әсем көшелердің түйіскен жерлері болатын. Киттің айтуынша, бұл оның өмірдегі алған маңызды сабақтарының бірі еді. Осы кезде Киттің бір өзінде 100 автожуулары бар. Алайда оның негізгі бизнесі автожуулар орналасқан жылжымайтын мүлік. Алдыңғы тараудың соңында сіз жұрттың көпшілігінің өзінен басқа тұлғаларға қалай жұмыс істейтіндігі туралы схемасын көргенсіз. Бірінші кезекте олар компания егерлеріне жұмыс істейді. Содан кейін мемлекетке салық төлеу үшін. Ең соңында банкке, ол да үй кепілдігі бойынша алған кредиттің проценттерін сапырып алады. Біздің бала кезімізде бізде Макдоналдстер болған жоқ. Дегенмен Байяке Май екеумізге сол Рэй Кроктың сабағын беріп еді. Бұл бай адамдардың үшінші құпиясы. Оны былай деп айтуға болар еді. Өз бизнесіңді құр. Қаржылық проблемалар. Көбінесе халықтың өмір бойы басқаларға жұмыс істеп, ақырында осыншама ұзақ мерзімді еңбектен кейін қартайғанда қолдарында ештеңе қалмауларының салдарынан туындайды. Тағы да 1000 сөзге тұрарлық схема. Бұл схемада Рэй Кроктың кеңесі айқын түрде көрсетілген. Сіздің мамандығыңыз. Схемаларға қараңыз. Қазіргі кезеңдегі оқу жүйесі жастардың ғылыми білімдер алып, жақсы жұмыстарға орналасуға бағытталған. Олардың өмірлері жоғарыда атап өткендей сол баяғы еңбек немесе табыстар колонкасын толтыруға зыр жүгірушілікпен өтеді. Ғылыми бағыттағы білімді басқарғаннан кейін олар оқу орындарына түсіп, инженерлік, ғылыми, аспазшылық, полицейлік, суретшілік, жазушылық және тағы басқа мамандықтарын игереді. Осындай кәсіби біліктіліктерді оларды мемлекеттің ақша үшін жұмыс істеуші күшіне айналдырады. Сіздің мамандығыңыз бен сіздің бизнесіңіз әртүрлі ұғым.
Менің жұрттың көпшілігінен сұрайтыным, сіздің бизнесіңіз қандай? Банктік дейді. Сонда, өз банкіңіз бар ма деймін. Жоқ, мен онда жұмыс істеймін деп жауап береді. Бұл мамандық пен бизнесті айырмаушылық. Мамандығы бойынша олар банк қызметшілері болуы мүмкін, дегенмен өз ісі болуы қажет. Рэй Крок өз мамандығы мен бизнесті анық айыра білген. Оның мамандығы қашан да өзгеріссіз басқаларға. Ол сатушы болған. Бір кездерде сүт коктейлінің миксерін сатумен күн көрген. Содан кейін ресторанға көшкен. Негізгі мамандығы сауда болса да, оның бизнесі үлкен табыс әкелетін жылжымайтын мүлік болған. Қандай мамандыққа оқысаңыз, мамандықты алып шығасың, кулинарлыққа оқысаңыз, аспаз, заңгерлік, адвокат, машина істері болса, механик және тағы басқа. Мұның бір проблемасы адам өз мамандығының төңірегінен шықпайды. Өкінішке орай, көп деген адамдар өз істерін жүргізбейді, оны есіне де алмайды. Олар ғұмыр бойы біреулерге жұмыс істеп, соларға ақша жасауға көмектеседі. Адамға қаржы жағдайын нығайту үшін оның өз ісі болуы керек. Сіздің бизнесіңіз активтер колонкасымен байланысты болуы қажет. Керісінше, табыстар колонкасымен емес. Жоғарыда аталып өткеніндей, бірінші ереже актив пен пассивтің айырмашылығын біліп, активтерді сатып алу керек. Бай адамдар өз назарларын активтер колонкасына аударады, ал қалған жұрт табыс колонкаларымен айналысады. Бұл ақша үшін жұмыс істеп табыс табудың басқа жолдарын көрмеушілік және білмеушілік деген сөз. Сондықтан, мынандай сөздерді жиі естиміз. Маған көп ақша керек, немесе қызмет бабында қалай көтерілем, жұмыстан кейін тағы жұмыс істеймін. Мүмкін екінші жұмысқа бару керек шығар. Кәсіби біліктілікті көтеріп, жақсы жұмыс іздеу керек. Немесе 2 аптадан кейін басқа жұмысқа кетем. Себебі мен жалақысы көп жұмыс таптым және тағы сол сияқтылар. Көпшілікке бұлар дұрыс болып көрінуі мүмкін. Егерде Рэй Кроктың сөзіне құлақ түрсек, мұндай пиғылдарды айтатындар өз істері жоқ адамдар. Мұндай ойлар табыс колонкасына ғана бағытталған, ал адамға қаржылық жағдайын жақсарту үшін ақшаны таза пайда әкелетін активтер сатып алуға жұмсағаны жөн. Кедей және орта класс өкілдерінің қаржы мәселелеріне келгенде консервативтік көзқарастарда болады. Оларда қаржы базасының жоқтығы. Сондықтан олар өз жұмыстарынан айырылып қалмауға тырысып, қатерлі жағдайдан аулақ жүреді. Жұмыстан жаппай қысқартушылық дағдыға айналғанда миллиондаған жұмыс істеуші адамдар үшін ең жақсы капиталдық салым деп есептеп жүрген үйлері бұлардың титығына жететін үлкен шығын көзіне айналған. Үйді ұстау үшін оларға ай сайын үлкен қаржы қажет. Екінші оңтайлы капиталдық салым деп есептейтін машинаның да жағдайы осындай. Бір кезде $1000 тұратын голф таяғына енді ешкімде қарамайды. Адамға тұрақты жұмыстан басқа тірек жоқ. Жұрттың көпшілігінің ұтымды капиталдық салым деп есептеп жүргендері қаржы қағидағдарысында түкке де жарамайды. Біздің көпшілігімізге үй немесе машина сатып алу үшін банктен кредит алуға арыз жазуға тура келетіндігі туралы ойлаймын. Мұның бір қызық жері, банкте міндет орындалғаннан кейінгі мүліктің құны деген есебінде не деп жазылатындығы еді. Бұл жағдай банк қызметкерлері мен бухгалтерлерінің нені актив деп есептейтіндіктерін көруге мүмкіншілік береді. Бір кезде мен банктен сауда алғым келді, бірақ менің қаржылық жағдайым оншалықты сенімді болып көрінбеп еді. Сондықтан мен активтер колонкасына өзімнің құнды заттарымды қостым. Яғни олар телевизор, стерео жүйесін, кітаптарды, қолөнер коллекциясын, қол сағатын, киімдер, аяқ киімдер және тағы басқаларын. Алайда маған сауда берілмеді. Себебі менде жылжымайтын мүлікке салынған ақша көп деп есептеді.
Менің көп пәтерлі үйлерімнің үлкен табыс әкелетіндігі комиссия мүшелеріне ұнамады. Олар менде неге тұрақты жұмыс және жалақы жоқ екенін білгілері келді. Менің мүліктерім оларға ешқандай да әсер еткен жоқ және есепке алынған жоқ. Сөйтіп, кей уақытта стандартқа сәйкес келмейтіндерге жеңіл тимеді. Кейбіреулердің менің мүлкім $1,000,000 тұрады немесе тағы да сондай тұрады дегендерін естігенімде денем түршігеді. Осы ат басқаларға сипырлардың дәл еместігінің негізгі себептерінің бірі. Сіз өз мүліктеріңізді сата бастағаныңызда салық төлеуге міндеттісіз. Сондықтан адамдардың табыстары кеміп, қаржылық қиындықтарға ұшырайды. Ақша қажет болғандықтан өздерінің капиталдық мүліктерін, яғни салымдарын сата бастайды. Егерде сіз мүлкіңізді баланс есебінде көрсетілген көлемнен артық сатып, пайда тапсаңыз, бұған салық салынады. Осылай, үкімет ақшаның бұл бөлігін ұстап қалады. Осының салдарынан адамға қарызын қайыру бір шама қиынға соғады. Міне, сондықтан мен сіздің құнды мүлкіңіздің құны сіз ойлағаннан көп кем дейтінім сол. Өз ісіңізді бастаңыз. Сол үшін істеп жүрген жұмысыңызды тастау міндетті емес. Нақтылы активтерді сатып алуды бастаңыз. Ал пассивтер, әсіресе жеке мүліктер сатып алынған сәтінен бастап құнын жоғалта бастайды. Мысалы, сатып алған жаңа машина автотұрақтан алып шыққан сәтінен бастап алғашқы құнның 25%-ін жоғалтады. Банк басқа пікірде болса да, мұны капиталдық салым деуге болмайды. Менің $400 титанды моторым орнынан қозғалған кезден бастап бағасы $150 дейін түсті. Егер сіз ересек адам болсаңыз, өзіңіздің шығындарыңызды көбейтпеңіз, пассивтерді азайтыңыз және нақтылы активтердің іргетасын құруға тырысыңыз. Егер де сіз әлі жас болып ата-анаңызбен тұрсаңыз, олар сізді актив пен пассивтің айырмашылығын білуге үйретсе, ол өте жақсы. Мысалы, активтер колонкасын балалар өсіп, үйленіп, өз отбастарын құрып, бала шағалы болып, қарызға белшелерінен батқанға дейін күтпей құруға болады. Өкінішке орай, көпшілігінде жас жұбайлар жұмыс істемей-ақ жатып өмір бақи қиын жағдайларға кезігумен болады. Көптеген ата-аналар соңғы баласы отау тігіп үйден кеткен сәтінен бастап, кәрілікке әлсіз дайындалғандарын сезіп ақша жинай бастайды. Осы кезде олардың өз ата-аналары ауыра бастайды. Сөйтіп бұлар да тағы да шығындар арта түседі. Сонымен мен сізге немесе балаларыңызға қандай активтерді сатып алуға кеңес берер едім. Мен өмір сүріп отырған ортада нақтылы активтер бірнеше категорияға бөлінеді. Біріншіден, бизнес иесінің қатынасуын қажет етпейтін түрі. Ол маған қарайды, бірақ оны басқа адамдар басқарады. Егерде мен онда жұмыс істеуге мәжбүр болсам, ол бизнес емес, ол менің жұмысым. Екінші, акциялар. Үшінші, облигациялар. Төртінші, өзара қорлар. Бесінші, табыс әкелетін жылжымайтын мүлік. Алтыншы, бакселдер және қарыздар қолхаттары. Жетінші, шығармашылық қаламақылар, музыка, кітаптар, сценарийлер, летанттер. 8. Басқа құнды пайда әкелетін, бағасы тез өсетін және тез сатылатын кез келген меншік. Менің кішкентай кезімде оқымысты әке маған түбінде тұрақты жұмыс тауып алуыма кеңес беретін. Ал бай әке өзіңе ұнайтын активтерді сатып ал деп ақыл айтатын. Өзіңе ұнамайтынды сен істемейсің. Мен қозғалмайтын мүлікті және жерді сатып алушылығым олар маған өте ұнайды. Сондықтан жылжымайтын мүлікті іздеп сатып алуды жақсы көремін. Мұнымен күні түн айналысуға барамын. Егерде кейбір проблемалар туындаса, олар менің жылжымайтын мүлікке деген құштарлығымды жоятындай күрделі емес. Егерде сіздің көңіліңіз жылжымайтын мүлікті қаламаса, онымен айналыспаңыз. Маған кішігірім өз жұмыстарын жаңа бастап жатқан компаниялардың акциялары ұнайды. Істің мәні мынада. Мен корпорация мүшесі емеспін, бірақ іштей кәсіпкермін. Маған мысалы Калифорниядағы Стандарт Ойл компаниясында, Кегок корпорациясында жұмыс істеуге, сонымен қатар әскерде қызмет етуіме тура келді. Бұл маған өте оңайтын, сондықтан оларды сыйластық сезіммен есіме түсіремін. Алайда ойымның ең терең түкпірінде жатқан сезімім бойынша үлкен компанияларды жақсы көрмеймін. Маған бизнесті басқару емес, оны
бастауы ұнайды. Содан барып, мен кіші компаниялардың акцияларын жиі сатып алам, ал кей уақытта оларды өзімде құрам. Мұнда үлкен табыс табуға болады. Және бұл ойынды мен өте ұнатамын. Жұрттың көпшілігі мұндай тәуекелшілдіктен қорқады. Бұл шындығында да қауіпті. Егер де сізге бұл іс ұнаса және оған ақша салып не істейтіндігіңізді айқын білсеңіз, қатер азаяды. Менің кіші компанияларға инвестиция салу стратегиям ол мүмкіншіліктерді сарқа пайдалану. Қозғалмайтын мүлікті қолға басқаларға таратарымда ең кіші көлемдегі сомадан бастаймын. Содан әрі оны біртіндеп өсіре бастаймын. Арзанын қымбатқа айырбастаймын. Ол таза пайда үшін салық төлеуден босатады. Бұл жағдай таза пайданың шапшаң өсуіне ықпал етеді. Жылжымайтын мүлікті 7 жылдан артық ұстамаймын. Мен көп жылдар бойы әскерде қызмет етіп, Кегок компаниясында жұмыс істеп жүргенімде де бай әкемнің кеңестеріне жүгінетінмін. Мен жұмысымды тастаған жоқпын, бірақ өзімнің жеке бизнесім болатын. Мен активтер колонкасында белсенді қимыл жасадым. Жылжымайтын мүліктер және ұсақ акциялар саудасымен айналыстым. Бай әке адамның қаржы сауаттылығы жөнінде үнемі айтатын. Бухгалтерлік есепті және қаржының ерекшеліктерін толық білу маған инвестицияларды терең талдауға, ең соңында өз компаниямды құруға мүмкіншілік беретін. Мен ешкімге де егер өзі қаламаса, компания деп айтпаған болар едім. Осының барлығының не екенін білгендіктен мен ешкімге еш уақытта кеңес бермеген едім. Әрине, адам жұмыс таба алмауы мүмкін. Сол уақытта өз компаниясы оған өмір сүруі көзі болады. Бірақ табысқа жету оңай емес. 5 жылдың ішінде 10 компанияның 9-ы құлайды. 5 жылдан кейін аяғынан тұрып, кешендерінің ішіндегі 10-ның 9-ы банкроттыққа ұшырайды. Міне, сондықтан осындай жағдайлардан кейін компания ұстауды тек қана барлық ынта жігермен өзін осыған сарп еткен адамға ғана кеңес берген болар едім. Керісінше жағдайларда жұмысты тастамай, сонымен қатар өз ісіңнің болғаны дұрыс. Мен өз ісім болсын дегенде айтарым активтер колонкасын тұрақтандырып өсіру деген сөз. Егер де оған $1 түссе, оның еш уақытта жоғалып кетпеуін қадағалаңыз. Оны өз жұмыскеріңіз деп есептеңіз. Ақшаның ең жоғарғы қасиеті ол сөткенің 24 сағат бойы ұрпақтан ұрпаққа дейін еш тоқтаусыз жұмыс істейді. Қалыпты жағдайда керек болса, одан да екпінді жұмысыңызды істей беріңіз. Бірақ өз активтер колонкаңызды ұмытпаңыз. Сөйтіп, ақша түсімі өскен сайын өзіңізге керекті заттарды, мүліктерді сатып алуға жағдайыңыз келеді. Бай адамдар бір нәрселерді ең соңында сатып алады. Бұл олардың маңызды ерекшеліктері. Ал кедейлер мен орта класс өкілдері бірінші болып, олар бай болып көріну үшін зәулім үйлерді, асыл заттарды, яхталарды, қымбат тондарды және тағы басқаларын сатып ала бастайды. Олар бұған тырысумен болады, бірақ шындығында белшесінен қарызда болады. Ал байлар алдымен тұрақты активтер колонкасын құрайды. Осыдан түскен табыс өскеннен кейін ғана байлығын ерекше көрсете алатын салтанатты заттар мен мүліктерді сатып ала бастайды. Кедей және орта класс өкілдері бұларды үлкен тер төгушілікпен сатып алады. Шын салтанат көзі ол өз ақшаңды нақтылы активке салып, көбейтіп табыс табушылық. Мысалы, біз әйеліміз екеуміз өзіміздің көп пәтерлі үйімізден түскен ақшамызды басқаларға да әйелім өзіне Мерседес машинасын сатып алды. Бұл бізді қиындыққа немесе бір қатерге соқтырған жоқ. Себебі ақшаны жылжымайтын мүлік үй берді. Әрине, оның жылжымайтын мүлікке салған инвестициясы өсіп таза пайда келтіргенше оған 4 жыл күтуге тура келеді. Дегенмен бұл әйелімнің актив колонкаларын қалай көтеру керектігін дәлелдей білгендігінен белгісі салтанатты зат түріндегі сыйы еді. Бұл қаржылық тапқырлықты ұтымды пайдаланудың үлгісі. Жұрттың көпшілігі импульстың ықпалымен жаңа машинаны немесе басқа заттарды банктен кредит алып сатып алады.
Осындай тәсілмен басқаларға салтанатты дүние адамға қуаныш әкелмейді. Қарыздан құтылғанша бей-берекеті кетеді. Міне енді сіз ерінбей инвестиция салып, өз ісіңізді құрдыңыз. Тағы бір сиқырлы рецепті пайдалануға даярсыз. Ал байлардың ең үлкен құпиясы. Осы құпияның нәтижесінде байлар соншалықты бай. Бұл сіздің өзіңіздің жан-жақты ойласып, үлкен шыдамдылықпен құрған бизнесіңіздің соңында күтіп тұрған сыйыңыз.